Барлығы интернетте не айтарын білемін, желіде. Джон Джонстың көтін жалап атсын деп. Біздің жігіттер соншалықты ақымақ, сол бір білмеймін, таң қалдырып шаршамайды. Мираптың жарақаты жайлы не білесің және де не айта аласың ол жайлы? Енді бүкіл әлем біледі оның жарақаты жайлы, инстаграмына салғанның арқасында оның. Не деген ақымақтық бұл, келесі деңгей ақымақтықтың. Бокс жайлы қанша жамандасам да, бір жақсы жағы бар олардың. Жаттығудың ішінде не болса да олар сыртқа шығармайды бұл жайлы. Ал біздікілер болса, әлеуметтік желіге салмаса бір орында тұра алмайды. Жарақат бір кішігірім ғана, уайымдайтын түк жоқ. Мен салу керек болды ғой енді бұны. Әсіресе стойкада керемет төглесетін Омели үшін бұл өте жақсы ақпарат болған секілді. Сол жерден енді ұратын секілді. Қандай құрғыр себеппен сен оның білгенін қаладың? Не үшін салдың? Бұл ақымақтықтың келесі деңгейі. Біздің жігіттер соншалықты ақымақ, сол бір білмеймін, таң қалдырып шаршамайды. Біздің арнаның дамуына себепкер болғыңыз келсе, осы Каспиге келген қаражатты салсаңыз болады. Алдын ала рахмет сіздерге, қазақ бауырларыңызды қолдап жатқандарыңызға мұнда бір алғыс. Және де тағы бір сұрайтын жайт, Адесанияның соңғы пресс-конференциясында өте бір қызық ақпаратпен бөліскен еді. Қай шоуда білмеймін, бірақ Фрэнсис Нганудың тарихи атын жойылып тастаған жайлы айтқан болатын. Және де Фрэнсис Нганудың атын жою мүмкін емес деді. Шынымен сіздер не үшін Фрэнсис Нгануды өздеріңіздің видеоларыңыздан алып тастадыңыздар? Мен бұл жайлы түк білмеймін. Сен білесің бе? Лина, білесің бе? Білесің бе бұл жайлы? Біз бұл жайлы білмейміз. Сен бұл біздің видео екеніне сенімдісің бе? Қай шоуда болды? Білмеймін қай жағында, бірақ та өткен аптада болғанына нақты айта аламын. Ол сіздердің бір видеоларыңызда. Embedded пе, немене ол? Иә, мүмкін Embedded болар. Сол Адесanya сол видеомен бөлісіп, және де UFC-дегілер керемет адамдар, және олар дұрыс жасайды деп айтты барлығын. Бірақ та Фрэнсисті жойып тастағаны дұрыс емес болды деді. Иә, мен оған келсем, бірақ та біздің аяқтағы ешқайсымыз білмей жатыр бұл жайлы. Мақұл, шешеміз бұны. Егер айтқаның барлығы рас болса, шынымен де біз алып тастаған болсақ, онда компаниядағы біреу сондай шешім қабылдады деген сөз. Тыңдаңдар, сендер мені білесіңдер ғой. Егер де мен жасасам, мен айтатын едім, мен жасадым, құрып кетсін онда ол деп. Бірақ та мен бұл жайлы ештеңке білмеймін, сұрамадым. Бірінші рет естіп тұрмын. UFC 305-тегі басты жекпе-жек жайлы не ойлайсың? Керемет жекпе-жек болды. Мен Нью-Йоркта болдым, мен жанымда қарағандардың барлығы таң қалды. Бұл өте керемет жекпе-жек болды екеуінен де. Израиль өте керемет көрінді, ал Дюплеси болса соншалықты ебедейсіз болды, оған дайындалу қиын секілді. Ол ақ жігіттер билегендей төбелеседі. Бұл бір соншалықты ебедейсіз, стандартты емес, дарабоз секілді, бірақ өте нәтижелі бұл. Адесанияның болашағы жайлы не ойлайсың? Өзі біледі, уақыт керек деген сияқты оған ойлануға. Біз көргенімше ол әлі бітіргісі келмедік мансабын, сол үшін көреміз. Өткен аптада сенен Конор жайлы сұраған едім, сен бұл жылы емес дедің, Конор қатты ашуланды. Әзір қандай да бір ақпарат бар ма? Жоқ, ешқандай ақпарат жоқ. Конор енді саған көп жазатын секілді, иә? Әбден мүмкін. Саған Перейра мен Раундтридің жекпе-жегі жайлы айтқым келеді. Ойша өте керемет жекпе-жек болу керек секілді. Қалайша Анкалаев жоғары тұрып, бірақ оған жекпе-жекті бермедіңдер. Оған құрдан-құр бермедік. Ол Ракичпен жекпе-жекке шығады. Шық, өз жұмысын жаса, керемет жекпе-жек көрсет, сосын келесі боласын. Әлбетте біз бұл жекпе-жекті жасағымыз келді, бірақ барлығын қарай отырып, Раундтриді қоюға шешім қабылдадық. Өзінде айттың ғой, өте керемет жекпе-жек болатын секілді. Бұның барлығы сонда таймингке байланысты болып тұр ма? Иә, соған. Осы үшін болды ма барлығы? Иә, 100%. Джон Джонс, мақұл, соған оралайық. Ол қазір хайпта, себебі ол мансабында аяқтайым дегендей қылды. Ол бүгін аяқтаймын деді ма? Иә, ол аяқтаймын деді, бірақ та UFC жақсы контракт жасаса, онда мен Томас Пинелмен шығамын дейді. Мінеки,
Мінеки, сен өзің жауап бердің. Сен өзің жауап бердің өз сұрағына. Дәл осылай жасайды деп ойлаймын Джон Джонсты. Үнемі осындай болады Джон Джонспен. Тыңдаңдар. Бана ғана Нгану жайлы сөйлестік, дұрыс па? Менің ешқандай да жек көрініш сезімім жоқ Нгануға қатысты. Ол менің қызметтік саламнан тыс жүрді. Ал мына жігіт Микамен бірге. Олармен басқа әңгіме. Бұл өте ұзақ әңгіме. Осы жігіт Нгану мен Джон Джонс екеуін жекпе-жек болу үшін барлығын істеді. Бірақ жекпе-жек болмады. Және де бұл Джон Джонстың кесірінен емес деймін сендерге. Сол үшін Джон Джонс өте ерекше жауынгер. Бірақ Джон Джонс кез келген адаммен жекпе-жекке шыға алады. Джон Джонс толықтай келісіп Нгануды қалаған болатын. Сендер не болғанын білесіңдер ғой Джон Джонс пен Сирил Ганнның жекпе-жегі. Джон Джонс Нганумен дәл солай жасар едім дер еді. Білмеймін, ол қалады ол жекпе-жекті, барлығы қалады. Және барлығы интернетте не айтарын білемін, желіде. Джон Джонстың көтін жалап атсын деп, бірақ та бұл факт екенін білем. Бетик, сендер ақымақтар түк түсінбейтін болсаңдар, мен сендерге бұлай түсіндірейін. Көрсетем бейбақтарға. Қараңдар, Джон Джонс ең мықты, тарихтағы мықты жауынгер демесеңдер, сендердің олардың бір келіспеушіліктерін болулары мүмкін. Бірақ та ешқандай да күмән жоқ, Джон Джонс Том Аспинеллден қорқып жатыр деген. Онда сен айтқан бойынша Джон Джонс Стипе Миочичті жеңсе, онда Том Аспинеллмен шығуы мүмкін ба? Иә, Джон Джонс сеттингпен айналысып жатыр. Міне, осыны айтам сендерге. Біз ешқандай жауынгермен жұмыс жасамадық бұндай Джон Джонс секілді. Ол ешкімнен қорықпайды. Бұл Джон Джонс. Және бана ғана айттым, ол Аспинеллмен шығады егер Стипе Миочичті жеңсе. Конор Макгрегор қашан шығады екен? Мераб Джашвили мен Омейли жекпе-жегінде кім жеңеді? Джон Джонс Аспинеллмен шыға ма? Осының барлығын комментарийға жазып пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Қазақ бауырларыңызды қолдап жатқандарыңызға мында бір алғыс. Арнамызға тіркеліп, лайк батырмасын басып, достарыңызбен бөлісіп отырыңыздар. Қош, сау, аман болыңыздар.